Неге? Ол да біреудің перзенті балам. Оны да біреу дүниеге әкелді, өсірді, өндір саған дайын қып берді. Енді оншамша айбын кешіруің керек, сен түсіндіруің керек оған. Мысалы біреулер, мына ауқатың тұзы аш деген, өзінше. Жоқ, өйтеуге болмайды. Болады келін, жаңа 10 келін алғанда біреу шықпады дейсің, біреу шықты. Сонда мен айтым, қызым бір пиала су әкелші дедім. Қайнаған су әкелді. Көжеге құйып жібердім де іше бердім. Анаған жаман әсер етті. Ол ойлады. Одан менің ұрғаным жақсы еді оған. Ана ойлады, болмайды екен ғой. Сол сияқты алған келінді ешқашан ұрсуға болмайды. Келінге жолын көрсетті. Мысалы, таза жумапты. Балам тағы бір сабын ұрғаныңда ой еді. Деген сияқты жайлап түсіндірсе, келін сыйған қызыңнан артық болып кетеді. Былтыр мына балдар сөйлескеннен кейін біреу звондайды. Неге сіз 10 келінім бар деп 10 келініңізді мақтадыңыз? Неге қызың жоқ па сіздің? Мен айттым, 2 қызым бар дедім. 2 қызым бар менің дедім. Бірақ ол қыздарда не пайда дедім? Біреудің қызметін қылып жүр олар. Біреудің нанын жауып, біреудің кірін жуып. Менің қолымдағы келіндерімді мен келіндерімді мақтаймын. Демекші, сол айтпақшы, әлхамдулилла мұсылман кешірімді болу керек. Бұны пайғамбарымыз айтып кетті. Менің айтатыным сол құлшылық.